Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біздер Excel бағдарламасында бос ұяшықтарды қалай тез арада үстіңгі ұяшықтағы мәліметтермен толтыруды үйренеміз. Ол үшін бізде осындай таблицалар бар. Ол таблицаны біздер көбіне бұндай таблицамен толық жұмыс жасай алмаймыз. Себебі бізде кейде сортировка немесе фильтр жасайтын болсақ, мынандай бос ұяшықтар бар таблицаларда біздер дұрыс ешқандай мәліметтерді ала алмаймыз. Мысалы, сортировка жасайтын болсақ та, дұрыс ешқандай сортировка жасалынбайды. Сондықтан біздер мына бос ұяшықтарды толтыруымыз керек. Ол жоғарғы тұрған ұяшықтағы мәліметтермен мына жерді, мына мәліметтермен мына жерді сөйлеп толтыруымыз керек. Үздіксіз таблица болу керек. Деректі осындай таблицамен жұмыс жасау үшін. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мәліметтерді выделять етіп аламыз. Белгілеп аламыз осылай. Және мына бос ұяшықтарды біздер белгілеп алуымыз керек. Оның ішінде бос ұяшықтарды белгілеуіміз керек. Выделять етуіміз керек. Ол үшін бірнеше әдісі бар. Бірінші әдісі мына главное деген закладкадан найти, выделить группу ячеек. Оның ішіне пустые ячейки дегенге басып, окейге басуымыз керек. Сонда біздерге тек қана бос тұрған ұяшықтар ғана белгіленеді. Оның басқа әдісі клавиатурадан F5 белгілеп алғаннан кейін F5 кнопкасына бассақ, бізге манағы осындай переход деп аталатын диалоговое окно ашылады. Ішінен выделить деп басамыз, және манағы выделить группы ячеек диалоговое окно ашылады. Соның үшін пустые ячейки окей дегенге бассақ та болады. Немесе үшінші әдісі ол Ctrl және G деген кнопкаға бассақ та осы диалоговое окно шығады. Выделить, ішінен пустые ячейки окей дейміз. Және осы қарайтып белгілегенді алмай тұрып, бірінші ұяшыққа символ белгісін салып, одан кейін жоғарғы ұяшықтағы басамыз белгілеп. Сол кезде мына строка формулада қарап отырсақ, B2 деген мына ұяшықтың адресі соған сілтеме жасап тұр. Енді просто Enter деген кнопкаға баспаймыз. Ctrl деген кнопканы басып тұрып, содан кейін барып Enter деген кнопкаға бассақ, бізге онда келесі ұяшықтар, мына жоғарғы ұяшықтағы мәліметпен толады. Бірінші байланыс ішінде осы әдісті пайдаланамыз. Найти, выделить группу ячеек, пустые ячейки, окей. Символ белгісін салып, үстіңгі ұяшықтағы мәліметке көрсетеміз. Просто Enterға басып жүрмеңіз. Ctrl-ды басып отырып барып, Enter деген кнопкаға басасыз. Сол кезде үстіңгі ұяшықтағы мәліметтермен толады. Енді қарап отырсақ, мына ұяшықтардың ішінде сөздер тұрған жоқ, формула тұр. Бұл формуланы біздер енді ішіндегі значениеге, сөздерге немесе сандарға алмастыруымыз керек. Себебі ішінде формула тұр. Формуланы значениеге ауыстыру үшін тоже белгілеп аламыз, қарайтып, выделять етіп, оң жақ кнопкасына басамыз. Копировать деген кнопкаға басамыз. Және сол бойында ешқандай выделениені алмай тұрып, оң жақ кнопкасына қайта басып, немесе мына значение дегенге басуға болады, немесе специальная ставка деген диалоговое окноға қарап, значение дегенге басып, окей деген кнопкаға басуға болады. Сол кезде бізде енді формула емес, ішінде кәдімгідей сандар немесе сөздер тұрғанын көреміз. Бұл жағдайда біздер уже фильтрді пайдалансақ та, немесе жаңағы сортировка пайдалансақ та, бұл таблица бізде дұрыс таблица болып. Любой информациямен жұмыс жасау үшін бізде бос ұяшықтар, бос жолдар болмау керек. Сондықтан осылай тез арада, мысалы, IDNS бағдарламасынан немесе сводный таблицадан алынған осындай бос жолдар бар таблицалар болса, оларды осы әдіспен тез арада толтыра аламыз.